بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bауырлар, мәмдел қырағат дәрісін жалғастырамыз. Дәрсі сәби вәл-20, 27-ші дәріс. Жекеше сөздер. Лихиятун сақал, ядун юмна. Юмна оң қол, оң. Юмна деген жалпы оң жақ. Ядун қол, яғни оң жақтағы қол, яғни оң қол. Күллу ахадин әр біреу деген сөз. Әр біреу. Әр қайсысы, әр біреу. Шафатун улия. Шафатун деген ерін ғой. Улия деген жоғарғы. Жоғарғы ерін. Улия, шафатун улия. Рахатун уыс, бір уыс. Қадамын деген аяқты айтады. Аяқ оны нәжід етеді. Тобықтан жоғары, кішкене. Тобықпен қоса аяқты қадам дейді. Жоғары жақты басқаша атайды. Қадамын. Рахатун уыс. Кәбун. Кәбун деген тобық. Синнун деген тіс. Ма қараа. Ма қараа. Ма қараа оқымады деген сөз. Бұл енді жаңа сөз тіркес. Ма деген лә сияқты ғой. Лә деген. Мысалы, лә яқрау. Лә яқрау мағынасы оқымайды. Оқымайды. Осы шақта да. Осы шақта. Ал ма қараа деген оқымады өткен шақта. Өткен шақ. Ма қараа, яғни ма деген отрицательный. Жоққа шығару формасы ғой. Отрицательный форма. Яғни ма қараа оқымады, ла яқрау оқыды. Оқымайды. Ма деген өткен шаққа қолданады. Яғни ма яқрау деп қолдана алмайсыз. Ма қараа деп өткен шаққа қолданасыз. Ма қараа мысалы. Ма кәтаба жазбады, оқымады, тұрмады, отырмады, кірмеді, шықпады. Солай. Ма фахима ахадун. Фахима деген түсіну. Мәні қоспаса, фахима деген түсінді деген сөз. Мәні қосып беріп, ма фахима түсінбеді. Ахад ешкім деген сөз. Ешкім. Яғни ешкім түсінбеді. Ма фахима ахад. Ешкім түсінбеді. Немесе ма қараа ахадун. Ешкім оқымады. Түсінікті болды деп ойлаймын. Мерфақун шынтақ. Ядун юсра сол жақ қол. Сол қол. Риджлун деген аяқ жалпы. Рукбатун ол жаңағы тізе. Ма жаа ахадун. Жаа деген келу. Келді. Келді. Мәді қосқан кезде келмеді деген форма шаты. Ма жаа ахадун. Ешкім келмеді. Мысал үшін ла яджиу. لا يجيء لا يجيء келмейді. لا يجيء келмейді. ما جاء келмеді. Келмеді. Яғни ешкім келмеді деген мағына. Шафатун суфла төменгі ерін. Суфла төменгі. Суфла төменгі, улия жоғарғы. Енді сөйлемдер. Риджлун юмна оң аяқ, риджлун юсра сол аяқ. Джафнун а'ла. Джафнун а'ла жоғарғы қабақ. Джафнун асфал төменгі қабақ дейді. Көздің екі жағындағы жабылатын нені айтып тұр ғой нежде. لا تأكل بيدك اليسرى. لا تأكل جمع. لا تأكل جمع. Өткен дәрісте айтқандай, ла деген сөз бірдеңені істемеге тыйылып келеді болса, яғни бұйрықпен ла болсын болса, бірдеңе істеме деген, онда
sukun болады. La ta'kul жеме. Нені жеме? Биядикал юсра, сол қолыңмен жеме. Биядика қолыңмен, юсра сол, яғни сол қолыңмен жеме. Күл же, күл деген же деген сөз. Биядикал юмна, оң қолыңмен же. Терісінше сөз бөсі келеді. Оң қолыңмен же. Ликулли ядин мерфақун. Әрбір қолда шынтақ бар. Ликулли ядин мерфақун. Әрбір қолда шынтақ бар. Ва ликулли риджлин рукбатун. Әрбір аяқта не бар? Жаңағы тізе бар. Әрбір қолдың шынтағы бар, әрбір аяқта тізе бар дейді. Ла тухаррик риджлака. Ла тухаррик. Тахрик деген қозғалту еді ғой. Қозғау. Тахрик деген өткен сабақта өттік қой деймін. Тахрик қозғау. Соны харрака дегеннен шығады. Харрака яғни қозғау. Ла тухаррик, харрака деген шығады. Та деген сен деген сөз ғой. Та яғни сен. Сен. Ла тухаррик қозғама, қимылдатпа риджлака аяғыңда уақытта дәрси сабақ уақытында. Вала талтафит және де бұрылма. Илтифатун деген бұрылу деген сөзді өттік қой. Вала талтафит сен бұрылма, та деп тұр тағы да. Вала талтафит. Және де бұрылма яминан вала шималан. Яминан ва шималан. Оңға және солға. Және де оңға солға бұрылма. Лихяту аби менің әкемнің сақалы тауилатун. Ұзын. Менің әкемнің сақалы ұзын. Нәжде тауилатун деп тәмір бота тұр ғой. Өйткені бұның себебі мына жақта лихятун дегенде тәмір бота бар. Яғни ұзын не нәрсе ұзын? Сақал ұзын. Сақалда тәмір бота бар ма? Бар. Демек оның сипаттамасы да тәмір боталы болады. Яғни лихятун тауилатун. Лихятун қасиратун. Сол сияқты. Күллукум мужтахидун. Күллукум. Күллу деген барлық. Кум деген сендер. Сендердің барлығың, яғни сендердің барлығың. Өткенде сабақта өтті ғой. Бағда күллу деп. Кейбір бүкілі барлығы деген сөздер. Яғни күллу кум деген сендер деген сөз. Сендер. Яғни сендердің барлығың мужтахидун. Анталысындар. Мужтахидсіңдер деген сөз ғой айтқанда. Хәл қарата оқыдың ба. Ба деген сұраулы сөз. Оқыдың ба. Дарсака ал-яума. Дарсака өзіңнің сабағыңды оқыдың ба. Ал-яума бүгін. Бүгін өзіңнің сабағыңды оқыдың ба. Ла дейді. Жоқ. Ма қаратуху. Көрдіңіз бе? Оқымадым. Нәжде. Оқымаймын емес, оқымадым деген өткен шақта кетіп отыр. Сондықтан мә келіп тұр. Өткен шақта келсе мә болады. Мә қаратуху. Оқымадым. Ху яғни оны, яғни сабақты оқымадым, өткендегідей. Мә қарату дәрси деп қайтадан дәрісті екі рет айта бермейді арабшада. Екінші рет бір сөзді айтатын кезде ху деп айта береді осылай. Хәл фахимтуму дәрса. Хәл фахимтум. Тум деген сендер деген сөз. Хәл фахимтум. Түсіндіңдер ма дәрісті. Түсіндіңдер ма дәрісті. Айуха таламида. Ей шәкірттер. Ей шәкірттер, дәрісті түсіндіңдер ма дейді. Нағам фахимнаху жайидан. Жайидан. Өте жақсы деген сөз. Жақсы. Нағам я фахимнаху. Біз на деген біз деген сөз. Біздер, яғни біздер түсіндік фахима. Фахимна біздер түсіндік. Ху, яғни оны тағда дәрісті. Дәрісті біз түсіндік. Жайидан өте жақсы түсіндік дейді. Яғни дәрісті өте жақсы түсіндік. Ары қарай. Хәл хафизтуму дәрса. Жаттадыңдар ма дәрісті? Дәрісті жаттадыңдар ма? Ла ма хафизнаху.
жоқ. Жоқ деген сөз ғой, лә деген. Мына еске мә ләға қатысы жоқ. Лә деген жай ғана жоқ деген сөз. Бүтір. Одан кейін мә хафизнаху, жаттамадық оны, яғни дәрісті. Тағы да мә деген өткен шақта жаттамадық, жаттамаймыз емес, жаттамадық, сондықтан мә қолданып тұр өткен шаққа. Әрдайым өткен шақта бірдеңені істемедік деген кезде мә қолданады. Мә қаратнаху, мә хафизнаху, мә кәтәбнаху, мә вадағнаху, қоймадық оны. Лима, не үшін дейді, ары қарай сұрақ. Лима мә хафизтум, лима мә хафизтум. Не үшін жаттамадыңдар? Бұл айтқанда бір сөйлем, бір сөйлем. Мына жерден алып тастап, мә хафизтум, жаттамадыңдар. Жай ғана жаттамадыңдар деген сөз шығады. Сұрақ алып тастасақ. Мә хафизтум, сендер жаттамадыңдар. Тум деген сендер. Сендер. Ал енді лиманы қосып жіберсек, не үшін сендер жаттамадыңдар деген сөз шығады. Сұрау сөйлем болып кетеді. Не үшін сендер жаттамадыңдар? Хәл фахимтумуд дәрса куллукум, сендердің барлығың деген сөз. Дәрісті түсіндіңдер ма? Не үшін жаттамадыңдар? Сендердің барлығың дәрісті түсіндіңдер ма? Одан я дейді. Наам фахимна, я түсіндік, біздер, яғни на деген біздер, куллуна барлығымыз. Нә деген мыз, біз деген. Я түсіндік барлығымыз. Хәл кәтәбтәл яума иля әбика мәктубан. Иля әбика. Бұлай бөліп аламыз. Хәл кәтәбтәл яума, онында бір бөліп аламыз. Мәктубты бөліп аламыз. Үшеуін. Хәл кәтәбтәл яума, бүгін жаздың ба деген сөзінің. Бүгін жаздың ба, нені кімге? Иля әбика, әкеңе, сенің өзіңнің әкеңе. Нені жаздың ба? Мәктубан, хатты. Бүгін жаздың ба? Әкеңе хатты. Бүгін әкеңе хат жаздың ба деген мағына. Лә, жоқ. Лә деген жоқ. Мә кәтәбту, мә кәтәбту, мен жазбадым өткен шақта. Мә кәтәбтә болса, сен жазбадың болатын еді. Бірақ мә кәтәбту, мен жазбадым. Жоқ, мен жазбадым деген мағына. Фахимат дарса, фахимат дарса, дәрісті түсінді. Әл-яума, бүгін. Бүгін дәрісті түсінді. Бa'дуна, біздің кейбіреуіміз. Күллуна деген барлығымыз еді ғой нәжде. Күллуна барлығымыз еді, нә деген. Нәжде бa'дуна, біздің кейбіреуіміз бүгін дәрісті түсінді. Фахимат дарса, әл-яума бa'дуна, бүгін дәрісті кейбіреуіміз түсінді. Уама фахима бa'дуна, және де уа, бұлай бөліп аласыз. Уа ма фахима, және де түсінбеді кейбіреуіміз. Көрінді? Нәжде бa'дуна, және де нәжде уама фахима, ма фахима, және де түсінбеді, ма фахима, түсінбеді біздің кейбіреуіміз. Яғни кейбіреуіміз сабақты бүгін түсінді, ал кейбіреуіміз түсінбеді деген мағынада. Фахимат дарса ляма бa'дуна ва ма фахима бa'дуна. Ликулли каффин рахатун. Әрбір каф, яғни өткенде айттық қой, білезіктен саусаққа дейін арабтар кистті қолда айтады. Қол деп, ят деп, олар жағы қолтықтың астынан бұлай келетін саусақтың ұшына дейін олар бүкіл бәрін ят деп айтады. Ал енді білезіктен саусақтың ұшына дейін олар каф деп айтады. Каффун. Сол әрбір каффун, яғни әрбір қолдың, яғни әрбір кисттің ішінде несі болады? Уысы болады дейді өзінің. Әрбір қолдың өзінің уысы болады. Ликулли каффин рахатун. Әрбір қолдың уысы болады. Мысалға, ликулли нәжде, ликулли мысалға нәжде валадин, ликулли валадин нәжде мысалға китабун. Түсінікті ғой? Ликулли валадин китабун. Әрбір баланың кітабы бар. Әрі қарай кете береді. Ликулли мысалға телмидин муаллимун деген. Әрбір шәкірттің мұғалімі болады деген сияқты ғой. Игсил ядака. Жу қолыңды. Иләл мерфақи, шынтаққа дейін.
Игсел ядaka илал мирфақи шынтаққа дейін. Иля деген ға ге деген мағынасы бар. Немесе ге, сосын екіншісі дейін деген мағынасы бар. Дейін. Шынтаққа дейін қолыңды жу деген мағына. Ғасалту риджли илал кәби. Илал кәби деген бөліп алу керек мына жерде. Тобыққа дейін. Тобық. То деп тобыққа дейін. Тобыққа дейін деген сөз. Риджли менің аяғым. Ғасалту жудым. Жудым аяғымды тобыққа дейін. Аяғымды тобыққа дейін жудым деген сөз ғой, былай айтқанда. Иншалла осымен 27-ші дәріс бітті. Түсінікті болды деп ойлаймын. Түсінбеген жерлеріңізді сұрайсыздар иншалла. Ва ахиру дағуана анил хамдулиллахи раббил аламин.